Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді, пісіруді қажет етпейтін, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ осындай торттың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және менің YouTube арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен осындай шоколадный вафлімізді алдын ала блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Кәдімгідей осы қамыр секілді болғанша дәл осылай етіп езіп аламыз. Енді дәл осымызды торттың қалпына төменгі бөлігіне дөңгелекше етіп жайып орналастырып шығамыз. Енді жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып аламыз. Ағын жақсылап көпірту үшін бізге міндетті түрде ыдысымыз құрғақ болу керек, су болмау керек. Ыдысымыз су болған жағдайда біздің осындай жұмыртқаның ағы әппақ болып көпірмейді. Сол себепті ыдысымызға және ыдысымызға қатты мән беругеніміз дұрыс болады. Таза болған, құрғақ болған ыдысымызда миксермен жақсылап көпірткенде әппақ болып көпіріп шығады. Жұмыртқаның бәрін салып алдым. Енді миксердің төмен жылдамдығынан бастап осы жұмыртқаның ағын көпіртіп аламыз. Осылай орташа теңдік көпірген кезде немесе қант ұнтағын, немесе мен сияқты шекерді салсаңыздар болады. Үйде қант ұнтағы болмағандықтан мен үйде шекерді салдым. Негізі қант ұнтағын салсаңыздар, одан да жақсы болып шығады. Шекермен де жақсы болып шықты. Дәл осылай болып көпіргенде мен осылай шекерді салып отырамын. Біртіндеп жай жылдамдықпен миксерді араластыра отырып, шекеріміздің барлығын салып аламыз. Міне дәл осылай әппақ болып, әп-әдемі болып не істеп шықты, көпіріп шықты. Бұл әппақ массамыз ағып кетпеу керек, және осындай қоюлықты сақтау керек. Дәл осылай қою болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай болып ағарды. Енді осындай бокалымызға суымызды қосып, осындай желатинімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Желатиннің орнына сіздер агар-агар деген желатиннің орнына соны қоссаңыздар болады. Бірдей екеуінің қатырылу жылдамдығы бірдей болып табылады. Осыны кішкене қойып қоямыз. Енді осы жұмыртқаның осындай ағына сол желатинімізді құйып жібереміз. Енді осыны жақсылап миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ал желатин дұрыс ерімеген жағдайда кішкене жылы сумен ертіп алған дұрыс болады. Дәл осылай араластырғанда бағанағы әппақ ағып кетпейтін қою жұмыртқаның ағы дәл осындай сұйықтыққа енді осыны бағанағы дайындап алған вафліміздің үстіне құйып аламыз. Жарты бөлігін какао қосамыз. 20 грамм какао жеткілікті болады. Какаомызды қосып, жақсылап оны да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Әдемі болып араластырғанша араластырып аламыз. Енді бағанағы ақ белоктың үстіне дәл осы какаомен араласқанды құйып аламыз. Барлығын құйып алдық. Енді какаомен араласқан екеуін жақсылап осылай қатты емес лопатаның көмегімен дәл осылай араластырып аламыз. Кішкене әдемі түс болғанға дейін араластырып аламыз. Дәл осыны холодильникке, мұздатқышқа 20-25 минутқа қойып аламыз. Кәдімгідей осы қатып әдемі болып шығуға 20 минут жеткілікті болады. Міне біздің тортымыз қатып толықтай дайын болды. Міне өте әдемі, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты, және пісіруді қажет етпейтін үйдегі бар заттармен дайындауға болады.
үйде шоколад болса, мысалы дәл осы шоколадты құйып жеусеңіздер де болады, немесе шоколадсыз да жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Рецепт тексерілген. Қазіргі таңда осы рецептпен өзім қолданамын. Сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк қойып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.